Putlер өлген күн немесе Putlер тұтқындалған күн немесе Путин дарға асылған күн Тоқаевтың да ұсталатын, тұтқындалатын күні. Ал Тоқаевтың тұтас командасы қылмыскер болып тұтқындалған кезде Қазақстандағы бүкіл Тоқаевты Құдай көрсетіп, соған жағымпазданғандар, бүкіл министр, депутаттар, бүкіл облыс әкімдері, аудан әкімдері, бүкіл полиция, прокуратура, судьялар бәрі тұтқындалады, бәрі сотталады. Ал сол кезде әншілер, біз ештеңке емеспіз, бізге кім ақша төлесе әнші бола береміз деп қалмаңыздар. Сол әкімдер, судьялар, прокурорлар, КМБ-нің бастықтары, соттар, ұлттық қауіпсіздіктің қызметкерлер, бүкіл министр, депутаттарды соттап болғаннан кейін кезек сіздерге келеді. 19 миллион қазақ ұмытып қалса да мен ұмытпаймын. 19 миллион қазақ сіздерді кешірсе де мен кешірмеймін. Мен сатқындар моласын Алматы мен Астанада құрып, ұлтқа қарсы жұмыс істеген, ұлттың басына ең ауыр күн туғанда ұлтымызға қарсы жұмыс жасағандарды ұлт сатқыны деп жазалап, оларды тарих бетіне тасқа ойып тұрып жазып, бүкіл қазақ ғасырдан ғасырға, тарихтан тарихқа оларға лағнет қарғыс айтылуы керек, бүкіл оқулыққа енгізу керек. Алматы мен Астанада, бүкіл облыс орталықтарында, бүкіл тарихи ескі қалаларда ұлт сатқындары моласы және мұражайын ашу керек деген адам. Осы идеяны ортаға қойған адам. Қазақ 3 ғасыр бойына өзінің ұлтын сатқан сатқындарды жазаламай, әділ бағасын бермей келді. Өз қолымыз өз аузымызға жеткен жоқ. Бір халал дән жеген қазақ барсың ба? Соны айтшы. Бір халалдан табыс тауып дән жеген қазақ барсың ба? Соны айтшы. Бүкіл қоғамда парадан жүре алмайтын қылып тастады. Сол ең соңында мешіт салды. Мешітті неге салды? Екі мақсатпен салды. Бірі қазақтарды сол жаңағы құлшылдыққа, патшаға қарсы тұрма, ойбай деп, патшаға қарсы тұрма деп, сөйтіп қазақтарды идеологиялық улау үшін, меңгеру үшін салды. Ол бір құдайға жағайын, жаратушыға жақындайын деп салған жоқ ол мешіттерді. Қазақтарды меңгеруге жақсы. Мына жақта телевизор, газет, радио арқылы меңгереді. Сосын ұлттық қауіпсіздік, полиция, сот, прокуратура арқылы түрмемен күшпен меңгертеді. Армиясы ол тұр. Мына жағынан банкпен, кредитпен қысып, еңсесін көтертпей, оны меңгереді. Енді азғантай жаңағы қылмыс жасамайтын, анау мынауға бармайтын, бір жерін бопсалайын десе бопсалауға келмейтін, ешқандай бір жерінен бәле таппайтын бүйтіп қалған мұсылмандарды қайтеді. Мешітке бергелді де оның басына жаңағы идеологиялық есірткіні ұрады ғой. Патшаға бағын, тәуба шүкір де, таңертең орныңнан аман сау тұрсаң, тәуба шүкір де, субханалла де, алхамдулилла де, болды. Жаңағы сен осы күніңе тәуба де, жаңағы қалтаңда 5 теңгең болса соған тәуба де, болды. Ойлама, басқа нәрсеге басыңды қатырма. Басыңды қатырма, тағдырыңа мән бер, болды, өстіп жүре бер. Сосын күні түн ана телеарналарды ашып қояды. О да басқа тәрбие айтылмайды, не садақа туралы айтады, не бітір зекет туралы айтады. Ол салық комитеті. Қазақтың салық комитеті онсыз да бизнесмен кәсіпкерлерді базар жағалағандардың қанын сүліктей сорса. Ассалаумағалейкем. Қалайсың? Жақсы аға, келіңіз. Ненің еті? Қойдың еті? Қой кімдікі? Өзімнің ғой. Не жеген? Ойбай, братан, не жемеген деп сұрасаңызшы, азында қарананға сары май жағып, үстіне черный икра сеуіп жеген. Сосын әбетте өзімен қосылып отырып, бешбармақ жеген. Тоқташ. Адам жеуге таппай жатқанда икраны қойға беріп атсыңдар ма? Ойбай, жоқ. Қойды участке алып жүр давай. Не үшін? Кеше 15 қой ұрланған, мұны соның біреуі ғой, көрініп тұрғасы жағы. Ойбай, аға, бүгін саудаға бірінші рет шығып тұрмын, аға. Бір сан етін кесіп берейін, маған теспен қойыңызшы, аға. Давай сал. Міне, аға. Ой, ақылдасып, звондап, сұрап жүрсеңдерші. Давай. Ас болсын, аға. Ішіне бар, тас болсын. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, әпке? Ненің еті? Қойдың еті? Не жеген? Ойбай, әпке, бұл байғұстар не жейді? Қазір жайлымның барлығын байлар сатып алған ғой. Енді көшеде шығады азында. Сол мусоры бар, күлеңкісі бар, кәтелігі бар, соны жеп жүреді.
Кеше сойып атсақ ішінен пампер шықты ғой. Ужас, сонда сен халыққа уланған ет сатып жатсың ба? Жоқ, адал ғой, таза ғой еті. Мен сестен келіп тұрмын, лабораториядан өткіземіз, алып жүрмін етімді. Ойбай, әпке, бүгін бірінші рет шығып тұрмын да, кеспей қойыңызшы. Бір сан ет кесіп берейін, маған кеспей қойыңызшы, өтініш. Давай сал. Болды. Міне әпке. Күнде осындай уақытта мен келіп тұрам. Бір сан етің дайын тұрсын. Болды. Ассалаумағалейкум. Қалай бол? Уағалейкумассалам. Етің жақсы келе? Ненің еті? Қойдың еті? Не жеген? Ойбай, братан. Білмеймін не жеген. Білмегені қалай? Ет сен емес па? Братан, шынымды айтсам ше, таңертең ерте тұрам да, жаған арасы 5 теңге қыстырып жіберем. Сөйтіп қорадан шығарып жіберем да. Білмеймін, әйтеуір байғұс бір нәрсе жеп тауып келеді. Короче бар ғой, ет сатылмайды. Сатпасаң ғой не? Сен еттің қарақатты не? Басқа жерден аласың ба? Адам сүріпші сорындар ғой. Әрқайсың керек. Қазақтың салық комитеті онсыз да бизнесмен кәсіпкерлерді базар жағалағандардың қанын сүліктей сорса, кредит пен банктер бүкіл қазақтың қанын сүліктей сорса, енді келіп ана мешіт, ана қалың момын қазақтардың ақшасын сыпырады. Анау Астана, Алматыдағы дәу мешіттердің бір жұмада түсетін ақшадары 100 миллиондап түседі. 100 миллиондап түседі. Ал былайғы қазақтар шер асқа киер киімге жармай жүргенде молдекеңдер бірі кеңірдектесіп анады. Кеңірдегін жұлып анады. Мешітте отырып алып, мұхтарам жамағат, мынау мүбәрәк айларыңызда, мынау қасиетті оразадарыңызда, Рамазан айында, мұхтарам жамағат деп отырған сол молдекеңдерің ана садақаға бірі кеңірдегінен қырылып, қысып, өліп қала жаздайды. Оның бәрін біз білеміз, оның видеосында көргенбіз оның. Сондықтан бұл кәдімгі қазақ халқын ұстап бағындырып отыру үшін салған мешіттер, ол Құдайдың разылығы үшін салған мешіт емес. Әрине анау ауылдағы бір кәсіпкер, малшы қазақ салған ауылдағы анау бір 50 адам сияқты мешіт, ол Құдай разылығы үшін салған мешіт. Ана бір ауылдың бұрышында қыстың күні көмірді бірде тауып, бірде таба алмайтын имамына бірде жаңағы бір ай имам болғанда бір айда бір 5000 теңге садаққа түспейтін сондай мешіт, және оны салған бір кәдімгі малымен ба, егісімен ба, байыған байекең салдырса, немесе біреулер бір туыстар бірігіп 5-6 ағайын салса, ол мешіт енді Құдайдың разылығы үшін салған мешіт. Бірақ мынау даңғарадай, ана көрген адам шошитын, ана дәу жерді алған, оның бәрі Назарбаев және оның әулеті салғандар, олар Құдайдың разылығы үшін емес, біріншісі идеологиялық, екіншісі одан ақша түсіп отыр. Одан түскен ақшаны, заводтан түсетін ақшадан жақсы әлде қайда. Заводтан түскен ақшадан ол шошиды ғой, кім жеп қойды, кассир жеп қойды ма, бухгалтер жеп қойды ма, ананы жеп қойды ма, анада кәдім жәшікке түсіп отыр, міне. Сондықтан қалың елім, қазағым, дін бөлек, мен имамдарды сындасам, молдаларды сындасам, анау ауылда жүрген өзі Талдықорғанның адам бармайтын, қуған ит айдаған есек бармайтын ауылында жүрген бір молда бауырым жылап маған, аудиомен жылап отырып, Субханалла деп отырып маған жаңағы өтініш айтыпты, аға, өйтіп молдаларды сындамаңызшы, біз мына халықты жаңағы өтенін жуғанды үйретіп жүрсек, ашамайын жуғанды үйретіп жүрсек деп тұра дауысы жарқшақтанып жылап отырып, мен сізді жақсы көрем ғой дейді, сіз менің пәлен туысымды құтқардыңыз дейді. Сол үшін жақсы көреді екен. Бірақ сіз мына молдаларды сындамаңыздаршы. Шындықты айтпасам мен қайтып Құдайға жағам. Мен шындықты айтпасам, мен маскаларды жыртпасам, мен сол молдаңда, мен молда екен болды, қанәлі деп, мен де отырайын ба? Ол молда ертең тозақты өртенетін молда болсашы. Ертең ол тозақта шырылдап, Назарбаевпен бірге Құдай, жаңағы періштелерді, Құдайдың қолында демеген, періштелер бір қолында бір шашлық қып, Назарбаевты көтенінен аузына дейін темір шаш тығып ап, екіншісіне сол молдаларды тығып ап, екеуін ана тозақтағы жүрегінен мейірім алынып тасталған,
жүрегінден мейірмен махаббатты алып тастаған тозақтың періштелері екеуін шашлық қып параллель өртеп отырсашы. Ал не дейсің? Ал не дейсің оған? Молдекен деп оған қарамайды. Оған молдекен деп қарамайды. Сондықтан міне жерде дін, біз дінді қабылдадық. Біздің ата-бабамыз 9-10 ғасырда дінді қабылдады, Бірақ біз қабылдаған дін Құдайдың жіберген елшісінің діні. Мына қазіргі билік басында отырған сұмырайлардың діні емес. Олар мына дінді менің шапаным құсап, жамылып алды кәдімгі бит. Жамылып алды не дінді. Соны субханалла деп жетті. Біздің қабылдаған дініміз жаратушының қасиетті кітабын түсіріп, және өзінің ең сүйікті құлын жіберген дінді қабылдадық. Ол діннің өкілі мыналар емес, естеріңізде болсын. Біз сол шексіз жаратушыға құлшылық жасаймыз, Ол біреу, ежелден бар, мәңгілік, теңі жоқ, теңдесі жоқ, ұқсасы жоқ, серігі жоқ, уақытпен өлшенбейтін, кеңістікпен өлшенбейтін біреу. Және біздің санамызға сыймайтын. Өз айтқан сипаттарымен ғана білеміз болды. Ал сол жаратушының діні ол қазіргі Саудияның билігімен қатысы жоқ. Египеттің жаңағы шырылдатып ұстап жатса, Құранын оқып көрмеске салып, құлағын тығып алып, ағузу биллахи деп отырғандармен, олармен қатысы жоқ. Мына біздің мынау даңғаратай қылып мешітте салдырып қойған біздің ұрғары қарақшылармен мына жағынан арақ сатып, мына жағынан 10 мың қазақтың қызын жезөкшелікке шетелге жіберіп, Түркияға 5 мыңын жіберіп, оны ертең Дубайға жіберіп, одан алып, оның ар жағында басқаға жіберіп отырған мынау біздің жезөкшелерден ақша жасап отырған жоғарғы биліктегілердің барлығы сол ең соңында қайтты, өтіріктен сондай нәрсемен айналысып кетті. Сондықтан мұсылман болу бөлек, басқасы бөлек. Мен халқыма, қазағыма ақиқатты осылай жеткізгім келеді.